Қазақстан Республикасындағы еңбек қатынастары саласындағы нормативтік құжаттар және мемлекеттік нормативтік талаптар. Еңбек адам мен қоғамның өмір сүру және қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі. Еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында, келісімдерде, еңбек ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру кезінде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында туындайтын қатынастар. Еңбек қауіпсіздігі. Еңбек қызметі процесінде жұмыскерлерге зиянды және немесе қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болғызбайтын іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген. Жұмыскерлердің қорғалуының жай-күйі. Еңбекті қорғау еңбек құқығының институты ретінде жұмыс берушілер мен олардың лауазымды адамдары орындауға міндетті. Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық нормалардың жиынтығы. Еңбекті қорғау саласындағы жұмыс берушілер мен жұмыскерлер арасындағы қатынастарды реттеудің құқықтық негіздері. Еңбек қызметі процесінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға қойылатын талаптарға сәйкес келетін еңбек жағдайларын жасауға бағытталған. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 бабында 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумда қабылданған айқындалған. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 бабында еңбек туралы мынадай нормалар белгіленген. Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасауға кінәлі деп тану туралы сот актісінің негізінде не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. Қазақстан Республикасы қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына, қандай да бір кемсітусіз еңбек үшін сыйақы алуға, сондай-ақ заңға сәйкес әлеуметтік қорғалуға құқықты қамтамасыз етеді. Заңда белгіленген оларды шешу тәсілдерін пайдалана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларына құқық танылады. Демалысқа құқық, жұмыс уақытының ұзақтығы, демалыс және мереке күндері, ақылы еңбек демалысы заңмен кепілдендіріледі. Еңбекті қорғау жөніндегі нормалар мен қағидалар Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 4 бөлімінде қауіпсіздік және еңбекті қорғау деп аталып, бірнеше тараудан 17-ден 20-ға дейін тараулар тұрады. Сонымен қатар еңбекті қорғауға қатысты құқықтық нормалар Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің басқа да тарауларында бекітілген. Атап айтқанда, 12 тарауда жұмыскерлердің жекелеген санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері қарастырылған. Еңбекті қорғау жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы қатынастардың іс жүзінде барлық аспектілерін қамтиды. Жұмыскердің жұмыс орнын жабдықтаудан бастап, жұмыс уақытының ұзақтығын, демалысқа арналған үзілістерді, еңбек демалысын, арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен қамтамасыз етуді, профилактикалық тақақтандыруды және басқа да шараларды қамтиды. Сонымен қатар, еңбекті қорғау талаптарын сақтау жөніндегі нақты талаптар әртүрлі нормативтік құқықтық актілермен, санитариялық және құрылыс қағидаларымен, техникалық және өзге де нормативтік құжаттармен реттеледі. Аталған құжаттарды осыған уәкілетті мемлекеттік органдар бекітеді. Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құқықтық актілеріне қайшы келмейтін, еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар мен шарттарды қашантитын құжаттардың қатарына мыналарды жатқызуға болады. Ұйымның қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі ұжымдық шарттары мен келісімдері. Жеке еңбек шарттары. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы жазбаша келісім, оған сәйкес жұмыскер белгілі бір жұмысты, еңбек функциясын, жеке өзі орындауға және еңбек тәртібін сақтауға міндеттенеді. Ал жұмыс беруші жұмыскерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге міндеттенеді. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмыс берушінің актілері, оның ішінде қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар. Кәсіпорын стандарттары, салалық нормалар мен қағидалар. Еңбек кодексінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік реттеу ретінде айқындалған 179 бап. Оған мыналар кіреді.
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын, мемлекеттік қадағалауды, бақылауды және оған мониторингті. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерін және нормативтік техникалық құжаттаманы әзірлеуді және қабылдауды. Еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды жақсарту, қауіпсіз техникалар мен технологияларды әзірлеу және ендіру, жұмыскерлерді жеке және ұжымдық қорғау жөніндегі қызметті, экономикалық ынталандыру жүйелерін құруды және іске асыруды. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын, мемлекеттік ішкі бақылаудың тиімділігін арттыруды. Еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуді. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан зардап шеккен жұмыскерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауды. Ауыр жұмыс және өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын, зиянды және немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін кепілдіктер мен өтемақылар белгілеуді. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеуді. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты қамтиды. Аталған саладағы бақылау ең алдымен мемлекеттік бақылау болуы тиіс екені анық. Сонымен бірге, өндірістегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылаудың әлеуетін кеңінен пайдалану қажет.